Бөлім. Балқия Балтабай, бизнес-тренер, психолог. Ата-ананы тірісінде қадірлеу керек. Әңгімелескен Әлия Дауылбайқызы. Кітапқа ата-анам туралы жеке сұхбатым енуі керек. Сол сұхбатты өзің алсаң деп едім, қалай қарайсың дегеніңде бас тарта алмадым. Әке-шешенің орны, бағасы мен үшін қашанда биік. Ата-ана қазаққа ғана емес, бар ұлтқа, барша адамзатқа қадірлі ұғым. Кейінгі кезде марқұм папаң мен мамаңа деген сағынышың үдей түскенін байқап жүрмін. Сағынып жүрсің бе? Қатты сағынамын, қатты іздеймін. Олар барда дүние басқаша еді. Өміріңде ата-анаң бар кезде және олар өмірден өткеннен кейін деп бөліп қарайсың ба? Олар бар кез және қазіргі кездің арасы жер мен көктей. Әке-шешем бар кезде, әсіресе анам бар кезде, мен кәдімгі бала болдым. Не нәрсені де балалыққа салушы едім. Олар ешқашан өлмейтіндей, мәңгі жүретіндей көріппін. Есепсіз еркеледім. Мен солай еркелеп жүргенде өмірден өтіп кетеді-ау, бізді тастап кетіп қалады-ау деп тіпті ойламадым. Алланың ісіне амал жоқ. Алайда мен дәл қазіргі жағдайда Балқия бола тұрып, ата-анам тірі болғанда бәрі де басқаша болар еді. Басқаша қарар едім, басқаша қадірлер едім, ардақтаушы едім. Не істей аламын? Олар мен өткен әр сәтім көз алдымда, дауыстары құлағымда. Әр соққан қоңырау есімде. Сол күндер менің ғұмыр дәптерімдегі ең аяулы, ең бақытты күндер болып қала берер анық. Байлық дегеннің осы екен, Әлия. Ол байлықты ештеңеге айырбастап алуға да, сатып алуға да келмейді екен. Дүниенің бар кереметі жиылып, ата-анаңның бір сәттік махаббатына татымайды екен. Ата-анам өмірден өткен соң басымнан көп сынақ өтті. Сол сынақтың барлығында мазам болмай, ауырып сырқасам да, көңілім алабұртып жыласам да үнемі түсіме кіреді. Тіпті шешем құрбыларымның түсіне еніп, Балқияға айтшы, әкесіне әпергендей аяқ киімді маған да әперсінші. Мен айтсам тыңдамай жатыр депті. Қай аяқ киім десе, умрада киген деп суретін жіберіпті. Соны естіп тағы да жылап алдым. Анамның атынан умра қажылығын жасауым керек-ау деп ойладым. Дегенмен, ата-анаң үшін қолыңнан келген жақсылықтың бәрін жасадың деп ойлаймын. Шүкір ғой, бірақ ата-анамыз тірі кезде бір сәт дамылдап, бір сәт сабыр сақтап, мен осы кісілерге лайықты перзент болып жүрмін бе деп ойланбайды екенбіз. Әрқайсымыздың тіршілігіміз бар, күнкөріс қамы дейсің, бәлкім балалықтан да болар. Кейде қырсығып та қалатынымыз бар. Әйтеуір ештеңенің байыбына бара бермейді екенбіз. Ата-анамнан көз жазып қалуым мені біраз жылға есейтті. Ойым да, дүниеге, айналама деген көз қарасым да, танымым да бәрі есейді. Ата-анамның қадіріне жеттім бе деген сұрақ көп нәрсенің қадірін түсіндірді. Бүкіл балалығыңды, қателігіңді кешіріп, сені есепсіз жақсы көретін, риясыз тілеуіңді тілейтін әкең мен шешең екен. Ата-ананың жүрегіне бала дегенде Алла тағала ерекше бір махаббат салып қояды екен. Аллаға шүкір, қазір менде бәрі бар. Алланың берген азды-көпті абыройы, ризық несібесі, денсаулық, бауырларым, достарым, айналама сый-құрметім бар. Бәрінің махаббатын сезінемін. Бірақ дәл ата-анамның маған деген есепсіз махаббаты жетпей тұрады. Иә, олар мәңгі жасайтындай, өмірден өтетіндей жүреміз ғой. Ата-анаңның айырылған кезде қанша жаста едің? 33 жастамын. 33 деген адамның дүниетанымы қалыптасып, айналаға бажайлап қарап жүретін кезі ғой. Ата-анаңа қолыңнан келгенше қамқорлығыңды, перзенттік парызыңды жасап та жүрдің, дегенмен үлкен өкінішің қандай? Анам өмірден өткенде бір жыл бойы өзіме келе алмадым. Басымды көтере алмадым. Еңсем түсіп, өкініш өзегімді өртеп, іштей өзімді жей бердім. Бірақ ол кезде әкем бар еді. Әкем жабыққанда мен іздейтін. Анам барда әкеме қатты жақын болмасам да, әкем үшін, әкемнің амандығы үшін басымды қайта тіктеуге тура келді.
Қайда барсам да әкемді жаныма алып жүрдім. Шетелге де бірге шығып жүрдік. Анама жасай алмаған жақсылықты әкеме жасауға тырыстым. Солайша өзімді ақтауға тырыстым дейінші. Анам 2016 жылы 21 сәуір күні қайтты. Қанша жыл армандаған туристік фирмамды ашып, соған директор болған кезім еді. Сол жұмысқа басыммен кіріп, күндіз-түні тоқтаусыз жұмыс істей бердім. Халықаралық туризм көрмелеріне қатысып, фирмамның брендін дамыту үшін шапқылай беріппін. Өйткені ол жеңіске оңай жеткен жоқ еді. Анам қайтыс болардан 1 ай бұрын ауылға бардым. Ол кезде ұшақ, пойыз жоқ. Автобуспен мені шығарып салды. Папам екеуі көлікке мініп алып, менімен бірге Шымкентке дейін келді. Автобус жүріп бара жатқанда соңымнан қарап тұрды. Сондағы екеуінің көзқарасы мені қимай шығарып салып тұрған сәтте әлі есімде. Содан кейін анамды көрмедім. Өкінішің бар ма дедің ғой? Иә, бар. Соңғы барғанымда анам екеуміз ренжісіп қалдық. Бір күні қарасам, анам теледидардан түріктің сериалын көріп отыр екен. Біреуі бітсе екіншісін көреді. Одан соң үшіншісін. Ол кезде менің тренингтерге қатысып, уақытты босқа өлтірмеңдер деген сияқты ұрандарды тыңдап жүрген кезім болады. Дана көсіп, соны анам айтты. Қазір байқасам, ешбір перзент өзінің ата-анасына ештеңе үйрете алмайды екен. Біздің бір қателігіміз титтей бірдеңені оқып алып, оны ата-анамызға үйреткіміз келеді. Оларға ата-ана болғымыз келеді екен. Сен кім болсаң да, мейлі ғалым бол, мейлі дана бол, тіпті ғұлама болып кетсең де, ата-анаңа ештеңе үйрете алмайсың. Үйретуге хақың да жоқ. Менің осындай қателігім көп болды. Ойлап отырсам, анам хабарласып жатса, жұмыс істеп отырған болсам, телефон тұтқасын көтермей, сосын дей салатын. Соңғы жылдары қатты қарбаласып кеткенімде, мұндай жағдайлар көп болған екен. Мұның бәрін кейін еске ала отырып, сол күні мама неге сериал көре бересіз? Одан гөрі кітап оқымайсыз ба дедім. Кеткенімше сол сөзді сан рет қайталадым. Анам өте момын адам болды. Тіпті бала-шағасының көзіне тіктеп сөйлей алмайтын еді. Сол жуастығынан болса керек, көп жерде іштейтін атын да үндемей қоя салады. Әкемнің қызуқандылығы бойыма ерек біткен бе, әлде еркелігімнен бе, анама ерекше батырсынып сөйлейтінмін. Кейде қаттырақ сөйлеп жіберсем жылап қалатын. Соңынан жүрегім сыздайды. Қазір 10 есе сыздайды. Осыған дейін еш жерде айтпаған едім. Бұл менің ішкі сырымның бірі. Мен 20 жылға жуық ауырдым. Бала күнімнен студент болғанша кеселдің зардабын тарттым. Өзімді сол үшін көп жерде қатарластардан кем санадым. Оның бәрі бала жүрегіме әсер етті. Жазылмайды екен ғой, деп ойлайтынмын. Егер емек болса, анам қаратар еді, емдетер еді ғой деген ой болды. Университетке түсіп студент болғаннан кейін толық медициналық тексеруден өтіп, дәрігерге денсаулығым туралы уайымды айтқанымда, бұл аурудан құлан-таза айығуға болатынын, жазылатынымды айтты. Сол күні бүкіл дүниені жек көріп кеттім. Сонша жылдық күйзелісім, қиналысым есіме түсіп, қатты намыстандым. Неге менің денсаулығыма алаңдамады? Неге мені емдетпеді деп әуелі анама ренжідім. Осы жағдай менің жан дүниеме қатты соққы болды. Содан кейін анама жиі ренішімді білдіретін болып кеттім. Ал қазіргі пайыммен қарасам, соның бәрі дұрыс болмаған екен. Амал нешік? Ал әкем адуынды, мінезді кісі болады. Сенсеңіз әкеңізге жақындауға жүрексінетпіз. Анам екеуміз шеше мен қыз болып сырласып, мауқымызды басып, құшақтаспаппыз да. Ата-ананың қызыққан дүниесіне тек құрметпен қарау керек екенін түсіндім. Кейін осының бәрін ойлап, өзімді қанша рет кінәладым. Анашымның қабірінің басына барып кешірім сұрадым. Одан не пайда? Бірді айтып, біріне кеттім. Айып етпессің. Сонымен 20 сәуір күні 1 жыл бойы күткен дайындалған халықаралық туризм көрмесі болып, сонда жүрдім. Сол күні мамам маған 7 рет қоңырау шалыпты. Ойымда дәнеңе жоқ. Тұтқаны бірде бір рет көтермеппін. Кешке қарай телефонымды алып қарасам,
Таңертең сағат 10-дарда маған тілек айтып хабарлама жазған екен. Қазірге дейін сақталып тұр. Міне, мына тілек. Басыңа бақ берсін депті. Мен оған әумин деп жауап жаздым. Соған үлгеріппін әйтеуір. Сол күні қайта-қайта неге сондай бергені әлі күнге дейін жұмбақ. Не айтқысы келді екен деген сұрақ көкейімнен кетпейді. Сол күні кешкісін ауылдан мамам құлады деген хабар келді. Тойда әп-әйбат отырған жерінен құлапты. Тура кететін сезгендей, сол күні тойға ерекше сәнденіп, жақсы көретін ұлттық көйлегін киіп барыпты. Мамам гүлге, сұлулыққа құмар жан еді. Біздің үйдің босағасынан бастап іші-сырты гүлмен көмкеріліп тұрады. Оның бәрін анам өз қолымен егіп отырғызған еді. 20 жыл бойы жайқалып тұрған сол гүлдер анам кеткен соң бірден қурап сала берді. Бұл да бір тылсым дүние. Тойға барарда сол гүлдерінің ортасында тұрып бірнеше рет суретке түсіпті. Тойда алаңсыз отырған жерден қан қысымы көтеріліп құлаған. Жедел жәрдем келген, естіген заматында ол кезде ұшақпен жететіндей жағдайым жоқ. Көлікпен шығып кеттім. Барсам, реанимацияда жатыр. Аппаратқа салып қойыпты. Ешкімді кіргізбейді. Бәрі есік алдында бір хабар күтіп, алаңдап жылап тұр. Менің ғана көзімнен жас шықпайды. Кеше ғана 7 рет звондаған адам қалайша мұндай күйге түседі деп сенер емеспін. Ешкімді тыңдамай дәрігерлерге жалынып жүріп, жансақтау бөліміне кірдім. Кіріссем, тіршіліктен ешбір белгі жоқ. Сұлық жатыр. Дайындала беріңіздер деген хабар келді. Сонда да жылай алмадым. Аман қалады деген сенім мен үміт әлі өшер емес. Мүмкін емес дей бердім. Кіргенімде анашымның денесі жылы екенін байқадым. Құлағына сыбырлап, жан тәніммен кешірім сұрадым. Құдайға жалбарынып дұға қылдым. Я Құдайым, егер анам қазір өмірден өтетін болса, 2 минутқа көзін ашыншы. Кешірім сұрап разылығын алайыншы. Ал егер өмір сүретіндей болса, оған шипа бере көрші. Сенің құдіретің шексіз қой деп тіледім. Ешкімді тыңдағам жоқ, аяғынан тас қылып құшақтап алдым да, зерлеп отырып ішімдегінің бәрін айтып Құдайға жалындым. Жанымнан артық жақсы көретінімді, не жасасам да еркелікпен жасағанымды айттым. Мені кешіргенін, есін жиып ортамызға оралғанын сұрадым. Бір көзім түсіп кеткенде байқағаным, медбике қыз менімен қоса жылап тұр екен. Дәрігерлер үміт жоқ. Мүмкіндігінше қоштасып алыңыздар, бала шағасы дайын болсын деді. Оны естіген соң анамның табанынан сүйе бердім. Тіршілігінде айта алмаған барлық сөзімді айттым. Жыладым, айналамнан да аққан жоқпын. Ешбір дүние қызық болмай қалды. Ешкім жұбата алмады. Сол күні кеште анамның жаны үзілді. Әкем жалғыз өзі бір бөлмеге кіріп кетті де, ешкіммен сөйлеспей қойды. Екеуі бір сыныпта оқыған. Туған күндерінің арасы бір-ақ күн. Жарты ғасыр қол ұстасып жұбы жазылмай ғұмыр кешті. Анамның қазасы әкеме өте ауыр тиді. Бір-бірінің көңілін қалдырып көрмеген адамдар ғой. Әкемнің мінезі қатал болған соң, оған бірдеңе айтар болсақ, анам арқылы шығатынбыз. Ал анам кеткен соң әкеммен ашылып сөйлесу тіпті қиын болды. Әкем де біз де көп ауырдық. Анам біздің ортамыздағы керемет көпір болғанын сонда ұқтық. Парасатты адам болған ғой жарықтық анаң. Анаңа ұқсағың келе ме? Анаңдай жар болғың келе ме? Ол кісі әкенің қадірін, жар қадірін қалай ұғындырды сендерге? Анам 67 жасында қайтты. Анам қайтқан соң ғана әкеммен ашылып сөйлесе бастадым. Мамам өте жақсы жар бола білді деп ойлаймын. Оның дәлелі әкемнің біздің алдымыздағы қадірі таудай болды. Ол кісінің бар қатты мінезін жұмсартып жеткізіп отыратын. Мені тыңдамасаңдар тыңдамай-ақ қойыңдар, бастысы әкелерінің абыройын түспесін. Әкеңнің көңілі қалған адамға жылуы қиын, көңіліне тимеңдер деп отыратын. Әкем не десе сол заң. Біздің отбасымыз үшін әке деген ұғым биік тұрды. Қазір ойлап отырсам, соның бәрі анашымның парасатының арқасы екен. Алғаш көлік алғанда ұнатып тұрсам да, әкем не дер екен деп уайымдадым. Әкем, ой жарайсың, көлігің жақсы екен, маған да ұнады дегендей ғана көңілім орнына түсті.
Не нәрсе болса да алдымен әкемнің емтиханынан өтетінбіз. Анамның сабырына әлі күнге таңмын. Ерке балаларының әртүрлі мінезі мен асау мінезі жарының бабын тауып, бір рет арыз айтпай үн-түнсіз көтеріп жүру екінің бірінің қолынан келмейді. Әсілінде әйел адам эмоцияға берілгіш қой, бірақ анамнан ондайдың біреуін де байқамаппын. Туа біткен мінезі сол шығар. Мен анамдай бола алмаспын бәлкім. Ол кісі жар, ана деген сөздердің символындай көрінеді маған. Бұл өз анам болған соң айтылып отырған мақтан сөз емес. Турасы осы. Ол кісі ұстаздық етті емес пе? Иә, 40 жыл бойы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін 11 жыл бойы сынып жетекші болған мектеп тарихындағы тұңғыш мұғалім болды. Өйткені сол сыныптың ата-аналары бізге басқа сынып жетекші керек емес деп директорға өтініш жазған екен. Ол балаларды өз баласынан кем көрмейтін. Кейін олар мектеп бітіріп кеткен соң да әрқайсының дәптерін, арыз өтініштерін, суреттерін бәрін сақтап жүретін. Кейін мұны олардың 20 жылдықтарында көрсетемін дейтін. Бірақ оған жете алмай кетті. Анамның шәкірттері немесе әріптестері ол кісі туралы айтар болса, ең алдымен мейірімді адам болғанын айтады. Таңертең ерте тұрып сыныптағы 30 баласына бірдей пирожки пісіріп апаратын. Осыны түсінбейтінмін, не деген мейірім. Наурыз мерекесі кезінде 30-на да ұлттық киім тігіп беретін. Анамның тігіншілігі де жақсы еді. Ол кісі жазуды қатты жақсы көретін. Өсек аяңмен шаруасы жоқ еді. Бір жаққа барып келсе, әкем әңгімеге тартатын. Ал шешем, білмеймін, өзіме қатысыз болған соң ештеңе тыңдамадым деп отыра беретін. Анамның өсектеріп сөз қуғанын ешқашан көрген емеспін. Мектепте қызметтес болған әріптестері мені көрсе бірден жылап жібереді. Анамды көргенде болам екен, әлде ол кісінің шексіз мейірімі естеріне түсем екен. Анам қайтқан соң күнделігін тауып алдым. Сөйтсек, ол кісі 4 жыл үзбей күнделік жазған екен. Мен оны 10 күн бойы егіліп-езіліп отырып оқыдым. Сонда өзінің ешкімге, бізге, әкеме айта алмаған бүкіл сырын ақтарыпты. 2015 жылы 20 мамырда Балқияға звондадым. Бірінші звондағанында алмады, екінші звондағанда алды. Бүгін көңіл күйі жақсы сияқты. Даусы жақсы шықты деп жазыпты. Ертесіне бүгін Балқияға звондадым, тұтқаны қоя салды. Соған қарағанда көңіл күйі жоғау. Уайымдап қалдым, не болды екен депті. Сонда маған қоңырау шалғаны, менің қандай көңіл күйде болғаным оған соншалықты маңызды болған сол кезде түсінсемші. Оның бәрін енді саралап жүрміз ғой. Ата-анамен болған әр сәттің құнды екенін білсемші уақытында. Қазіргі психологияда айтылып жүрген болмыс мінез құлықтың иесі осы анаң секілді адамдар емес пе? Осыны айтайын деп отырғанмын. Ойымды оқып қойдың. Басқалар емес, дәл қазір өзім жұртқа айтып жүрген саналы адамға тән бүкіл қасиеттің бәрі анамның бойында болыпты. Мен анаммен мақтанамын. Маған осындай ана берген Аллаға сансыз шүкір. Жаны жақсылыққа құмар, таза шығармашылықтың адамы болды. Көп қуанта алмадым, көп қызық көрсете алмадым, бірақ Алланың жазғанына қарсы шыға алмаймын. Осылай болу керек болды. Қазір мүмкіндігінше анам үшін көп дұға қылып, пітір садақа беремін. Тірісінде жасай алмаған қызметімді бұдан соң да осылай атқарып жүрсем деймін. Ал әкеңіз анаңыздан соң қанша жылдан соң қайтты? 4 жылдан соң қайтты. Әкем қайтқанда отбасын ұстап тұрған тіректен, діңгектен айырылғандай болдық. Әкем анам қайтқаннан кейінгі 1 жыл ішінде 25 келіге арықтап кетті. Басын тік көтеріп жүретін әкем әп-сәтте шөкімдей боп азып солды да қалды. Қай мәселеде де анам арқа сүйеп қалған әкем үшін бізбен сөйлесіп кету, ойын айту оңай болмады. 1 жылдан соң ғана әкемізбен ашық жарқын сөйлесе бастадық. Бала кезде жасай алмаған көп қарым-қатынасты сол кезде түзедік. Сол кездерде әкең анаң туралы айтушы ма еді? Өте көп айтты. Анамды еске алмай өткен күні жоқ. Әкем анамды өлімге қимады. Жапан далада жалғыз қалғандай дел сал күй кешті. Өкінгеннен өртену деген өте ауыр нәрсе екен. Анамның қазасы бізге көп нәрсені ұғындырып кетті. Анам қайтқаннан кейінгі 1 жыл мен үшін өтпестей болды.
Қатты соққы алдым. Депрессиядан шығарар деп медресеге оқуға кеттім. Телефоннан, әлеуметтік желіден түбегейлі бас тарттым. Әкемнің де өкініші өзегін өртеді. Мен оны сездім де, дастархан басында да басқа жерде де анамды айта беретін. Ананың тамағы дәмдеді. Одан асқан алтын адам жоқ еді ғой, дей берді. Мен оның қадірін білмедім-ау дегенді де жиі айтты. Шыны керек, әкемнің бұдан былай жалғыз болғанын қаламадым. Үйлендірмекші де болдық. Әпке қарындастары да сондай ниетте болды. Бірақ бәрі әкемнен ығып аяқ тартады. Алдына барып үйленіңіз деуге дәті жетпеді. Әрең дегенде айта бастағанымызда, жоқ, шешелерінің орнын ешкіммен алмастыра алмаймын. Маған енді мұны айтпаңдар деді. Ол мәселе сол күйі жабылды. Әкемнің бір қасиеті күнде таңертең анамның басына барып қайтатын. Бір күні орнынан тұра сала анамның басына баруға асығып тұратын. Құранын оқып, сағаттап отырып сырласып келеді екен. Оны бертінде өзі айтып қалды. Сендермен сөйлесе алмаймын ғой, сондықтан бар сырымды шешелеріңе айтып әңгімелесіп қайтамын. Өмірімнің соңына дейін сол әдетінен танбады. Махаббатқа, некеге деген адалдықты, жарына деген шын құрметті әкемнен көрдім. Папаңды шетелге апарып саяхаттап, ел-жер көрсетіп жүрдің ғой. Сол кездің бәрінде де анаңды айта берді-ау. Осының бәріне сол лайықты еді деп. Тұп-тура солай болды. Бірде әкемді Дубайға алып бардым. Ол кезде жағдайым аса мәз емес еді. Қалтамда 60 000 теңге ғана артық ақшам болды. Жолдамада тек таңғы ас бар еді. Түскі ас пен кешкі ас кірмейді. Бар арманым әкеме Дубайды көрсету. Шешем кеткен соң жүрегім шайлап қалды. Әкемді күн сайын қуантқым келіп тұрады. Елден шыққанда осы жақтан қазы, роллтын салып алғанмын. Қонақ үйде таңғы асты ішіп отырып, әкеме түскі асқа не беремін деп уайымдап отыратынмын. Қазір айтып отырсам өтірік сияқты көрінер. Бірақ солай болды. Қазір қалай болғанда да ел көрсетіп, сәттік болса да жүрегіне қуаныш сыйлағаным үшін Аллаға сан қайтар шүкіршілік айтамын. Ақша жоқ, оны тауып алайын сосын, деген ойдың жетегінде кетпегеніме қуанамын. Өзі балаша қуанып жүріп, анаң болғанда бүйтетін еді, анаң болғанда сөйтетін еді деді де жүрді. Дәмді тамақ жесе де, жақсы дүние көрсе де, мынаны шешең көрсе мәз болушы еді деумен жүрді. 2018 жылы әкемді алғаш рет умра қажылығына алып барғанымда көзіне жас алып қалған кезі бар. Мен қағбаны көрдім. Бірақ мұны шешең көрмей кетті ғой деді. Өзінің қажылық парызын өтеп болған соң ертеңіне бар күшін жиып анамның атынан умра қажылығын өтеді. Қарт адамға қиын болса да шыдады. Әкем көбіне 5 уақыт намазын мешітте оқыды. Соның бәріне анама Құран бағыштайтын. Таңғы аста анама Құран бағыштамай ішпейтін. Анам қайтқан соң араға жыл салып барып өзіне келе бастады. Алданыш болсын деп телефон алып бердік. WhatsApp'ты үйрене бастады. Қанша рет қалаға алып кетсем де ауылдан сап қайтқанша асығып тұратын. Күнде таңертең ортақ чатта бәрімізге бата жолдайтын. Әкемнің денсаулығы мықты болатын. Өмір бойы тісі қақсап көрген адам емес еді. Өзінің денсаулығын жақсы күтті. Бір қызығы, әкем кешкі асты мүлдем ішпейтін. Түс қайта ішкен асынан кейін таңғы асын бір-ақ жетін. Ол дағдысын бәрімізге сіңіріп кетті. Тойға барса да, жиында отырса да сол тәртібін бұзған жоқ. Ешқашан намазын қаза қылған жоқ. Таңғы асқа бәрімізді түгел оятып алады. Әңгімеңді тыңдап отырып, расында сен осындай адамдардан туғанның ішінде бақытты екенсің деп отырмын. Бала үшін ата-ананың әрбір жасаған ісі, сөйлеген сөзі, жүріп өткен жолы бәрі өнеге ғой. Әкең мен анаңды шын сағынғаның әр сөзінен сезіліп тұр. Ол кісілер туралы ойлағанда көз алдыңа қандай картиналар келеді. Есте қалған естеліктерді айтамын. Мамам дегенде жаным, ол менің теңдесі жоқ алтыным ғой. Әлеуметтік желіде оқырмандарым отбасым, жеке өмірім жайлы сұрап жатады. Айтқым келмейді. Соны қып көрмедім. Бүгін осылай бүкпесіз сұхбат бергім келді. Адам баласы алдында не күтіп тұрғанын, ертең не боларын білмейді ғой. Анам қайтыс болған кезде әкем үшін аяққа тұруым керек деген мақсат болды. Егер мен жатып қалсам, әкеме қиын болатынын ұқтым. Сол жөнде қайта тұрдым.
Әуелі алла жәрдемші болды, әрине. Ал әкем қайтыс болған кезде дүние сұрқай тартып, әлемде жалғыз қалғандай күй кештім. Бәрі мәнсіз, бәрі жалған, бәрі түкке тұрғысыз болып көрінді. Әкем мен анам тұрмысқа шыққан тойымды көріп кеткенде деп жыладым. Енді кім үшін, не үшін өмір сүрмекпін деген ой жаулап алған сәттер де болды. Өмір сүруге мотивация қалған жоқ. Бір ай сұлық жатып қалдым. Күйреп кеттім. Бар білгенім, бар сүйенерім ислам туралы оқыған, білген азды көпті дүниелерім ғана. Аллаға ғана үміт арттым. Я Аллам, маған сынақ бердің. Осыны сынақты көтеруім үшін маған күш қайрат бергейсің деп тоқтаусыз дұға қылдым. Я Алла, сенің таңдауыңды құрметтеуге тиіспін. Сынағыңды көтере алатындай күш берші. Ары қарай менің дәрменім жоқ, әлсізбін, шарасызбын деп күндіз түні Раббыма жалбарындым. Әкеммен қатарласып бір аптаның ішінде 4 бірдей бауыры өмірден өтті. Ковидтен соққы үстінен соққы алдық. Әкемнің маған анамдай болған қарындасы бар еді. Ол кісі әкемнен бұрын қайтты. Одан кейін екінші қарындасы да кетті. Екеуін де әкем өзі шығарып салды. Содан келгеннен кейін жатып қалды. Одан кейін тұра алмады. Не сөйлемеді, не жылай алмады. Бір апта үнсіз жатты. Жанынан бір ел шықпадым. Тіпті намазын да оқымай қойды. Бауырына зақым келген екен. Сол сәтте пневмония болғанын артынан білдік. Бәрі үсті-үстіне жамалып, әкемнің беті бері қарамады. Қайғыдан қатты күйрегенде бүкіл үш құрылысы қосыла күйреген сыңайлы. Қарындасы қайтқаннан кейін бір аптадан соң өзі де өмірден өтті. Одан бір аптадан соң кіші інісі қайтты. Бір жылдан соң папамның өзінен кейінгі інісі қайтты. Осындай ауыр кезеңнен өттік. Өзімді құдды соғыс заманында жүргендей сезіндім. Ақырзаман келген шығар деп ойладым. Кезектесіп бәріміз де осылай өлетініміз шығармыз деген ойда болды. Оны жасырып қайтем. Көңілімді жұбататын жалғыз нәрсе әкем қайтар кезде жанында болғаным. Қызым, мен саған перзентім ретінде ризамын деген сөзді қайта-қайта айта берді. Оны естіп жылай бердім. Соңғы бір айда бүкіл жұмысымды тастап, әкемнің жанында болдым. Өмірден өтерден бір ай бұрын әкеме Lexus көлігін сыйлаған едім. Негізі оны өзіме алғанмын. Әкем көріп ұнатып қалғанын байқадым да кілтін бере салдым. Сол күні айрықша қуанды. Соны ауылға айдап барып едік, сол барғанымыздан кейін жанынан жібермей қойды. Өмірден өтерде айтқан өсиеті: өзіңе қара, басыңды тік көтеріп жүр, еңсеңді түсірме. Бүкіл бауырыңды саған аманаттаймын, тату болыңдар деді. Мен сөйлейін десем, сөйлеме, тыңда. Тілім барда сөйлеп алайын деді. Тыңдап отыра бердім. Бір түйір көз жасымды көрсетпедім. Әкемнің соңғы сөзін айтып жатқанын сезіп, бауырларымның бәрі тысқа шығып кетті. Жанында өзім ғана қалдым. 40 минуттай үзіп-үзіп сөйледі. Тіліңізді калимаға келтіріңіз дедім, амалым болмай. Сөйтіп, лә илаханы айтып, үзіліп сала берді. Жаны үзіліп кеткенше көзімнің жасын көрсетпеймін деп жыламауға тырыстым. Іштей Құдайдан жеңілдік сұрап, қинамай кетуін сұрадым. Жаны үзіліп кеткен соң ғана іштегі бар шерімді шығардым. Үйдің сыртына шығып, жан даусымды шығарып жыладым. Бәрінен айырылып, түк қызы қалмағандай сезімде болдым. Қанатым қырқылып қалды. Өскен үйіңе ата-анаң тұрған қара шаңыраққа жиі барып тұрасың ба? Ауылды сағынамын, сирек барамын. Себебі үйге барсам, сол күндердің бәрі еске түседі. Ауылға барған сайын әкем қымыз алдырып, жақсы көретін тамағымның бәрін алдырып қояды. Тағы бір күн қалшы деп отырады. Есейіп енді байланыс орната бастаған кезіміз еді. Кетті де қалды. Дегенмен, анамның қасына барды ғой деген жұбаныш болатын шығар. Әкем қанша қиналып жүрсе де бізге сездірген жоқ. Шашы аппақ қудай ағарып, көз алдымызда жүдей берді. Сонда ғана ол кісінің анаммен бір адам болып кеткеніне көзім жетті. Я, ақыры сүйікті жарының жанына қайтты. Құдайдың құдіретіне қалай таңғалмайсың? Анам жерленген қорымға осыған дейін қанша адам жерленді. Әкем анамнан кейін 4 жыл өткеннен кейін кетіп отыр.
Соған қарамай әкем тура анамның жанынан орын алды. Реті солай болды. Өзі қалағандай анамның жанына жайғасты. Ауылға барған сайын бәріне жеке-жеке Құран бағыштаймын. Қандай істі бастасам да әуелі сол кісілердің атына Құран оқып садақа беремін. Ол кәдімгі дағдыға айналған. Әкемнің көзі тірісінде хабарласып, папа маған бата беріңізші дедім. Не дейді деп ұрсып алды әуелі. Аса түсінбей қалды-ау деймін. Онысынан қорқып тұтқаны қоя салдым да бірер уақыттан соң қайта қоңыраулаттым. Осындай бір іс бастап жатыр едім, соған бата берсеңіз дедім. Қандай бата екенін күмілжіп әрең айттым. Әкеммен арадағы осындай диалогтарды жиі-жиі орнатуға тырыстым. Кейін ол да біз де үйрендік. Әкем берген батамен басталған үнемі жеңіл өтіп жүрді. Ата-ананың батасына, ризашылығына жететін еш нәрсе жоқ. Бұл әр мұсылманның шаңырағында бұлжымас заң болып қалыптасуы керек деп есептеймін. Ата-ананың разылығы деген көп дүниенің шешімі ғой. Оларда саған алғаусыз қайтарым күтпей-ақ тілеулес бола беретін, жақсылық тілеуден айнымайтын адам жоқ расында. Иә, дәл солай. Қайтарымсыз қабыл болатын үш дұғаның бірі ата-ананың батасы. Перзенті үшін жасаған бата тілегі. Бұл өмірде қиындықсыз адам жоқ. Пенде болған соң адамның басына не кеп, не кетпейді. Мен бүгін ата-анам туралы, олармен қарым-қатынасым туралы бүкпесіз сұхбат беріп отырсам, осы әңгімемізді оқып отырған бір адам болса да сабақ алып, өзіне қажетін түртіп алса екен деген ойдан ғой. Ата-анамыздың көзі тірі болса, бата сұраудан қысылмаңыз. Күнделікті тірлігіңізді сол кісілердің ақ батасымен бастаңыз. Бұл да перзент ретінде әке-шешеңізге деген құрметтің бірі. Ата-ананы тірісінде қадірлеу керек. Егер ата-анаңыз дәл қазір жаныңызда болса, онда сізде үлкен мүмкіндік бар дегім келеді. Ал менде ондай мүмкіндік жоқ. Қажетсіз боп қалудан қорқу үлкен кісілерде де көп кездесетін уайым түрі. Қарт кісілерде бұл жылдан жылға ұлғая береді. Бала шағасының қолы өз аузына жеткенін көріп, олар өзін қажетсіз сезінеді. Осы қорқынышты зорайта түсуге көбіне бала шағасы септеседі екен. Өзім білгенімге салынып, олармен ақылдаспаймыз, ойласпаймыз. Сіздер бізге керексіздер дегенді де айта бермейміз. Әрбір істі бастарда пікірін сұрап, ойласатын болсақ, олар менің ойым маңызды екен ғой деп риза болып, әлі де қажет екен сезінер еді. Ал біздің ақылдасқымыз келмейді, сыйлық әперіп қалтасына ақша тықылап өте шығамыз. Бізге сол оңайырақ. Ал оларға қажеті шынайы қарым-қатынас. Оны сыртқа шығара да алмауы мүмкін. Ата-ананың барында бүтін махаббатыңды бер. Сосын бәрі де кеш болып қалуы мүмкін. Олар сенен бас артық ештеңе күтпейді. Шын тілеулесің. Әкем Алматыға келгенде кафеден тамақ ішуді жарата бермейтін. Ақша құрта бермей үйден ішпейміз бе дейтін. Тіпті киім әперсем де ала салмайтын. Сосын амал жоқ ойлаға көшіп, пәленше деген құрбым сізге мынаны сыйлыққа беріп жіберді дейтін болдым. Шынында біз ата-анамызбен ашық қарым-қатынас құра алмаймыз. Жақсы көремін деп мейірленіп, құшақ жаяр сәтіміз де аз. Бірақ соншалықты суық бола тұра, олар дегенде жүрегіміз езіліп тұрады. Қызық. Анаңның құшағына кіріп еркелеген сәттеріңді есіңде ме? Үйдің нешінші баласысың? Үйдің кенжесімін. Бір әпкем, 3 ағам бар. Үйдің кенжесі болған соң ерекше пысық болып кетті бе екен, тұңғыштар сияқты жүреді екен. Оның үстіне бауырларының өз отбасы бар, әркім өзімен өзі дегендей. Ата-анама өзім көрген жақсылықтың бәрін көрсетуге тырыстым. Қарызға алып болса да анама ай сайын көйлек әперетінмін. Бірақ бірде-бір рет мама, мен сені жақсы көремін, сені берген Аллаға шүкір, сенімен мақтанамын деп айтпаппын. Айта алмадым. Екеуміз емірене сырласып алмадық. 2008 жылы ауыр жол апатына түстім. Біз мінген көлік 3 рет аунап, Алла қалап аман қалдым. Басым жарылды. Сонда анам ауруханаға жан ұшыра жүгіріп келіп, құлнымдап, құшақтап, еңіреп жылағаны бар. Осы сурет көз алдымда тұрады үнемі. Үйден кенжесімін дедім ғой. Олар үшін әлі баладай көрінген шығармын. Айтқаныма ешкім қарсы шықпайтын.
Бала күнімнен солай. Дегенімді істетпей қоймайтынмын. Қазіргі трендке айналған еркіндік дегенің сол шығар. Ешкім бетіме қарсы келмейді. Ханшайым секілді өмір сүрдім. Студент кезімде де ата-анам ештеңеден тарықтырған жоқ. Өздері таршылық көрсе де сездірмей мені еш нәрседен кем қылмай өсірді. Шүкір. Бір оқиға есіме түсіп отыр. Әкем зейнетке шыққанда ерекше қуанды. Кемпіріне зейнетақы картасын қайта-қайта көрсетіп мәз болды. Менің сәл қиналыңқырап жүрген кезім еді. Әкем соны сезді ме екен, сұрамасам да алғашқы күні-ақ зейнетақы картасын маған берді. Оны басқа бауырларыма айтқан жоқ. Қаламасам да алғым келді. Себебі маған қажет болды. Содан ол картаны 1,5 жылдай қолдандым. Қайтып сұраған жоқ. Бір күні алып барып бердім. Балаша қуанды. Бұны қалай аламыз өзі деп картаны аударыстырып, қарап зейнетақы алатын күні сұрап, шаттанып кетті. Қарап отырып тағы да іштей өзімді жедім. Мен бұларды қанша уақыт осы қуанышынан айырып келіппін-ау деп мұңға баттым. Кейін жағдайым түзелген соң зейнетақысын банкоматтан шығарып әкеп, үстіне ақша қосып, әкемнің қалтасына салып қоятын. Өй, менің ақшам көбейіп қапты ғой деп мәз болып, қомпаңдап қалатын. Бәрін өліп тұрса да білмегенсіп маған еркелейтін. Ауылға әр барған сайын алдымен әмиянын қарап, ақшасын азайып қалса толтырып кететінмін. Бауырлардың ішінде анаңа тартқаны бар ма? Сапар деген ағамның мінезі, түр тұлғасы, сабырлы болмысы анамнан айнымайды. Отбасындағы бәріміз айғайлап, ойнап күліп отырсақ, Сапар ағам сабырлы, салиқалы қалыппен сақтаған күйді отыра береді. Сөздің соңында күтіп сөйлейді. Анам да сөйтетін еді. Ал менің көп мінезім әкеме тартқан. Жауапкершілік туралы айттың ғой. Осылай 100 жауапкершілік арқалап жүргенде өзіңе қажетті дүниелер сырт қалып кететін сияқты. Ал уақыт ештеңеге қарамайды. Жалпы жауапкершілік дегенді де шамаңа қарай алуың керек шығар, Бұрынғы Балқияны айттың, қазіргі Балқияның жауабы қандай бұл сұраққа? Иә, осыдан 10 жылғы Балқияның тұжырымы басқа еді. Ол шамасы келсін келмесін, белі қайысқанша бар жауапкершілікті арқасына таңып алып, мықшыңдап кете беретін. Қазіргі таным түсінігім басқа. Психологияда өзіңді ойлауға көп мән бер деседі. Бірақ бұл біздің қазақы менталитетке сай келіңкіремейді. Бауырмалдық, жақындарыңа алаңдау, өзіңнен бұрын соларды ойлау тұру, қанымызға сіңген қасиет. Оны түбегейлі жоққа шығарата алмайсың. Дәл осы мәселені көп зерттедім. Жауабын діннен тапқан сияқтымын. Мен өз мәселемді шеше алмай жүріп, өзгелердің де жауапкершілігін мойныма артып алсам, немесе уайым қылып алсам, онда өзімді Құдай санап, Құдайдың функциясын өзіме алғандай екен. Қанша құдіретті болып кетсем де, олардың бар жағдайын жасай алмаймын. Бәріне бірдей пана болу да қолымнан келмейді. Оларға менен де күшті, менен де көп көмек беретін Алла бар. Қазіргі бұл мәселеге осылай қарайтын болдым. Олар дегенім, ата-анадан бастап ағайын туыс бауырлар. Олар үшін сырттай көп дұға жасап, тілек тілейтін болдым. Әке-шешеме үй салып бердік, бірақ ол үйде көп тұрмады. Жасамадым деп жүріп біраз нәрсе атқарыппын. Әрине ата-анам, бауырларым үшін жасағандарымның бәріне қуанбасам өкінбеймін. Алайда кейде оның бәрі маған ауыр салмақ болды. Еңсемді көтере алмай қалатын сәттер өтті басымнан. Біріншіден әйел затымын. Ал әйелді Алла тағала әлсіз етіп жаратты. Екіншіден, мен Алланың оларға беріп жатқан ризығын осылайша кесіп тастайды екенмін. Адамның бергені жақсы ма, Алланың бергені ме? Әрине, адамдікі бір күндік, Алланыкі 1000 күндік. Мен бұл кезеңнен өттім. Денсаулығыма, жүйкеме ауыртпалық екенін түсіндім. Қаншама ұстаздардан, ғалымдардан сабақ алдым. Қазір өз орнымды білемін және сол ұстанымнан ұтылған жоқ. Қай жағынан да қайырлы болды. Менің осындай қателігімді басқалар жасамаса екен деймін. Бәрін істегіміз келеді. Бірақ біздің мүмкіндігіміз, күш қайратымыз шектеулі екенін саналы түрде түсініп, бәрін Аллаға тапсыруды үйренуіміз керек. Біздің қазақ қоғамында әсіресе қыздар қауымы бар жауапкершілікті мойнына артып алуға бейім. Адам темір емес, бір күні морт сынуы мүмкін. Жоғарыдағы мысалды сол үшін айттым. Аналардың анасы демекші, анаңның анасы қандай адам болғанынан хабарың бар ма? Анам текті жерден шыққан кісі. Әкесінен бала кезінде айырылып,
жетімдіктің дәмін ерте татып балалық шағы ауыр өткен екен. Айтсам ұмытылып кетеді деп ойлайды ма екен, бір қалың дәптерге өзінің балалығын, көрген қиыншылықтарын тізіп жаза беріпті. Алла қаласа соны бір кітап қып шығарғым келеді. Өзіміздің әулет үшін, анамның артында қалған ұрпағы үшін мұра боп қалар еді. Сол күнделікті оқыған соң ғана анамды толық тани бастадым. Өйткені анамды маған дейін қандай болғанын білмейтінмін. Көп айтпайтын. Әкесі ауыл аймағында қадірлі ұста болған екен. Мен анамның құрсағында жатқанда нағашы әжем қайтыс бопты. Анасына қатты жақын өскен анам сол жағдайдан кейін 2 күннің бірінде есін жоғалтып, талып қала берген екен. Бала күнгі көрген қиындықтар оны әбден пісіріп, үлкен өмірге дайындапты. Үлкен әулетке барсам деп армандайды екен. Өзі қалағандай өсіп өнген әулетке келін болып түсіпті. Әкем 8 ағайынды. Мамам біздің әулетке қадірлі, сыйлы келін бола білді. Бұл сөзімді бәрі құптар деп ойлаймын. Абысындарымен ешқашан сөзге келіп көрмепті. Оны әпкелерім, қайынсіңлілері де айтып отыратын. Мамам қайтқанда келіндері де қатты қиналды. Ол кісі ұстаз деген ұлы есімге өмірінің соңына дейін лайық болды деп ойлаймын. Анам өмірден өткен соң мектепте арнайы кабинет ашылды. Келіндермен қарым-қатынасы қалай еді? Келіндері өздері айта жатар. Дегенмен мен жасырақ кезімде анама келіндеріңізге бос болмаңыз дейтінмін. Себебі анамның жуастығы, момындығын ұнатпайтын болсам керек. Қашан көрсем үйдің тірлігімен айналысып, біресе ыдыс жуып, біресе бақшада күйбеңдеп жүретін де қоятын. Өзінің тырнағы зақымданғыш еді. Сонда да тыным таппайтын. Онысына қарап менің ашуым келетін. Шын керек маған қарағанда келіндермен көп сырласатын. Мамам қайтыс болған кезде жанында Эльмира деген екінші жеңгем болған. Жеңгем медбике болып істейді. Тойда құлаған сәтінде жеңгем жанында болып, ауруханаға жеткенше жедел жәрдем ішінде жанында отырған. Мамам сол жеңгемен көп сырласатын. Барғанша әлденені айтқысы келіп жеңгемнің қолын қысумен болыпты. Анам кеткен күннен бастап сол жеңгем маған анамдай қамқор болды. Өзім солай қабылдадым. Жеңгем де сол аманатты алып қалғандай сезінеді өзін. Біраз дүние айтылды. Балқия. Иә, өмір бар жерде өлім бар. Жақынын жоғалту кім-кімге де оңай соққы емес. Адам қайдан, кімнен не күтерін білмей, сүлесоқ күй кешеді. Жалпы қайғыны жеңу жолында адамға ең әуелі не нәрсе керек, қалай ойлайсың? Әкем қайтыс болған соң бір айдан кейін бар күшімді жиып, сынаққа қалай сабыр етемін деген сабақ түсіндірдім. Оны түсірудегі мақсатым маған дәл сол кезде өте хат көп келді. Әрине білу басқа, амал ету бір басқа. Әсіресе әкем қайтқанда басымдағы білімді өмірде қолдану сынағы келген сияқты. Мені жұбатқан жалғыз нәрсе Құдайға деген сенім. Әйтпесе дәл сол сәт дұға жасауға да ішімде от қалмағандай еді. Бірақ бұндай қайғылы күндердің бір күні болмаса, бір күні бәрібір басымызға келетінін анық екен түсіндім. Әлде сен жақыныңнан айырыласың, әлде сенен олар айырылады. Барлық нәрсенің соңы бар. Иманның 6 шарты болса, соның бірі тағдырға иман келтіру. Біз Алланың амалдарына бас иген, тағдырға иман келтірген мұсылманбыз. Кімде-кім өмірден өтсе, Алладан келдік, Аллаға қайтамыз дейтініміз де содан. Әрине кейде пенделікке салынып күпірлік айтып қоямыз. Жас еді, ерте кетті, бұлай болғанда болар еді, олай болғанда өлмес еді деп. Бұндай ой маған да келді. Жасырып қайтемін. Артынан кешірім сұрадым. Біз Алланың шешіміне құрметпен қарауды үйренгенде ғана басымызға түскен қайғыдан шығуды жолын табамыз. Жаратқанның бұйрығына мойынсыну үлкен жұбаныш. Әрине ата-анамды қатты сағынамын. Қандай да бір жетістікке жетсем алдымен соларға айтқым келеді. Ең әуелі соларды сүйінші сұрағым кеп тұрады. Бір бөлмеге тығылып алып, ешкімге көрсетпей, сездірмей, езіліп жылап алатын да кезім көп. Алла тағала Құранда, әлбетте, қиындықтан соң жеңілдік бар дейді. Қиналған кезде осы аятты есіме жиі аламын. Қазір де солай. Аллам өзің жәрдем берші, күш берші, ішіме от берші, шығар жолдың есігін өзің көрсетші деп жиі дұға жасадым. Шын көңілмен жасалған дұға текке кетпейді. Осының бәрі мені жарыққа сүйреп қайта тұрғызды десем болады.
Ата-анасы өмірден өткен перзенттің оларға қояр ең үлкен ескерткіші не болу керек деп ойлайсың? Сенің ескерткішің. Ата-анасы бақилық болған көп адамның ішінде мен оның разылығын ала алмадым, көп нәрсе жасай алмадым деген өкініш қалып қояды деп ойлаймын. Мысалы, қазір менде дүние, абырой, басқаның бәрі бар болса дағы, мен үшін ең қымбат болған ата-анам жоқ. Ал ата-анам бар кезде мұның көбі жоқ еді. Ата-ананы қадірлеу, қуанту үшін бай болуың шарт емес. Оларға сенің ақшаңнан бұрын мейірімің, қамқорлығың, ескеріп билегенің маңызды. Оларды қуанту өте қарапайым ғана әрекеттерден тұрады. Қоңырауын жауапсыз қалдырмау, күн сайын амандық саулығынан, жағдайынан хабар алу, мерекені туған күнді күтпей, кішкентай болса да сый жасап оларды қуанту, саған ұнамаса да қалауына қарсы келмеу, ешқашан дауыс көтермеу, міне осындай ғана әр адамның қолынан келетін дүниелер ғой. Ең болмаса осылай жазасың. 1000 жерден министр болып кетсеңіз де, ата-ана үшін перзент екенімізді естен шығармауымыз керек. Құранда ата-анаңа уф деп күрсінбе делінген. Ардақты пайғамбарымыздың хадистерінде де, егер сенің ата-анаң өмірден өткен болса, оларға жасай алмаған жақсылығыңды бауырларына, жақсы көрген адамдарына жаса делінген. Бұл бір. Екіншіден, олар үшін үздіксіз дұға қылу. Үшінші, олардың атынан садақа беру. Өйткені олардың мұндай мүмкіндігі жоқ. Оларға жететін сауапты істі бұл дүниедегілер ғана жасай алады. Мұндай істі істеу үшін соншалықты бай болудың қажеті жоқ. Басқа бауырлардың да, ол кісілердің де өзін іздейтін шығар. Мен психологиядан хабардар болған соң, ішкі халімен жұмыс істей аламын. Ал 3 ағам әлі күнге дейін ата-анамның видеоларын көріп отырса да, суретіне қараса да езіліп жылап қалады. Ата-анамыз барда біз бұлай жақын емес сияқты едік. Олардың өлімі бізді жақындастырып кетті. Ортақ чатымыз бар, үлкен әпкем күнде таңертең бәрімізге бата береді. Әкемнің жасағанын жалғастырды. Бауырларыма, ата-анама айта алмаған сезімдерімді, жақсы көретінімді үнемі айтып отыратын болдым. Олар да айтады, осы үшін қысылмайықшы деп ашық айттым. Бір-бірімізді бар кезімізде бағалайық дедім. Әке-шешеміз қайтыс болған соң бір-біріміздің қадірімізді терең біле бастағанымыздаймыз. Жұмыс, тіршілік деген екінші орында екенін саналы түрде түсіндік. Кейде сонда бір-бірімізді жақсы көретінімізді айту үшін осындай қасірет керек болды ма? Неге мұны күттік деген өкінішім болады. Сондықтан өлім келмей тұрып жақындарымыздың қадірін білсек екен. Сұхбат бойы папам, мамам деп отырмын. Аты жөндерін толық айта кетейін. Әкемнің аты жөні Қаңлыбай Балтабайұлы, анам Талма Тұртайқызы. Жаным аман тұрса, 2 алтынымның атынан мұсылмандық амалдың бәрін қолымнан келгенше атқаруға тырысамын. Екеуіне де солай уәде еткенмін. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Ниетіңе жет.